14 күн айналдырып, шынымен жақсы өніммен аяқтауымыз керек. Мен тракторымызбен жұмыс істейтін жаңа ағаш үгіткішіміз, ағаш оңқаларының үстінде отырмын. Ол керемет материал шығарады. Бұл негізінен ешкілер барлық жем-шөпті кеміргеннен кейін қалған таяқшалар. Бірақ мұнда жапырақтар, балмұздақ дәндері, жақсы азот, көп бамбук және таяқтардың нақты қоспасы бар. Міне, мен арамшөптерді қорадан алып тастадым. Бұл жасыл заттар. Ол жерде бәрі жасыл екенін көруге болады. Бұл жай ғана шөптер мен арамшөптердің тұтас қоспасы. Бұл жаман комбинация емес. Міне, біздің Toll and Collect компаниясы малды серуендеуге арналған тамаша көңді. Негізінен жылқы көңін жеткізді, бірақ сиырдың көңі де бар. Міне, біздің көңіміз. Міне, біздің қоңыр көңіміз. Міне, жасыл көңіміз. Біз қайта өңдеуге кірісіп, барлығын біріктіріп, тез арада компост үйіндісін жасаймыз. Менің көмекшілерім Канададан Ян және Аргентинадан Хуан. Сондықтан бізде халықаралық байланыстар бар. Енді біз шанышқылар мен тырмаларды алып, бәрін біріктіреміз. Бастайық, балалар. Бәрі жақсы, қаруыңды өзің таңда. Оны гольф алаңы орналасқан ортадағы шөпке лақтырып таста. Әрқайсысының бірдей мөлшерін алыңыз. Екінші жағынан, мен көңді өңдеймін. Маған мына қоқысты беріңізші. Бұл сөзсіз. Мен жаңа ғана осында келе жатқан едім. Мен сенің сол жақтағы жасыл көгалға барғаныңды қалаймын. Біз классикалық жасыл қоңыр көңді дайындап жатырмыз. Мұнда қолдануға болатын көптеген материалдар бар. Жаңбыр жауып тұрды. Сондықтан бұл материал қазірдің өзінде өте ылғалды. Дәл